Сәлем апай, сәлематсыз ба? Қазір қандай кітаптар жазып жатсыз, қандай баспаға бердім дейсіз кітаптар? Енді бұрын енді осы менің қолға алған кітаптар топтамым қазақтың дәстүрлі қолөнер қазыналары атты топтама болатын. Осы топтамада көптеген кітаптар жазған, мәселен қазақтың киіз үй, бабалар мұрасы қазақтың киіз үй өнері, сырмақ өнері, қазақтың тазалық мәдениеті, кесте өнері, ою өрнегі, онан кейін балаларға арналған алатау жұмбақтары деген сияқты кітаптар болды. Кейінірек оған мына қазақтың ер-тұрман мәдениеті, ұсталық, зергерлік деген кітаптар қосып, оны осы 2 жылдың алдында бастап алған.